соғысқа қатыстым деп өзінің жаңағы ерлігімен соғысқа қатысып келгеннен кейін қосымша тағы да алтын қаламын қолына алып қазақтың даласындағы ерлік туралы жазды. иә жақсы, онда топтастырамыз. проза жанрында қандай шығармалар? Мен жаңа ұлы отан соғысынан басып білемін. иә ұлы отан соғысына қатысқаннан кейін қандай шығармалар жазды, соны жасап топтастырайық дәптерге. Бізге өте әсер еткен шумақ, ол есіміздің жаңағы өзінің киім аяқтауы ғой. Өйткені көптен бері бұл киім аяқтай алмай жүрген, кейін бір сәтте дүниеге әкелуі, шығарылуы көз жазынады. Ал келесі есіміздің қайғыруы, себебі өзінің елбасына деген отбасы құрмағанда, ұрпағы болмағанда, сол жағдайы. Ода да жақсы жазды. Аяулыста бұл жерде жазды. Арқарай надоқта. Ал жақсы. Енді балдар келесі. Мына жерде уақыт шеңбері деген әдіс тұр. Ортаға шығайық. Жылдам келе қойсын ортаға. Уақыт шеңбері әдісі бойынша балдар сендер ережесімен танысып алдыр алдымен. Бірінші шеңберден тұрайық. Жаңағыдай. Шеңберден тұрғаннан кейін шеңберден тұрайық. Содан кейін балалар келесі адам бір-бірін кезектестіріп ортаға шықсын. Кезектесіп шықты ма, енді сен шығамын. Сен шығасың. Солай. Қалғандарыңыз солай. Енді бір-бірімізге қарайды балалар кәне. Ортаға шыққан балалар атты сыңарларына қарасын. Өз сыңарларына қарайды. Ал жақсы. Онда балалар енді осы мүмкіндікті пайдаланып, біз Тахауи Ахтан туралы не біліп келдік? Өздерің оқыған әңгімелеріңді ішкі топтарға, сыртқы топтарға айтамыз. Жарай ма?